Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайып берген Жадыра. Бүгінгі видеода дәл осы практикалық жұмыстың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер де қызықтырса, видеоны соңына дейін көріңіз, каналыма тіркеліп, видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңізді комментарийге қалдыра кетіңіздер. Бізге ол үшін қарапайым PowerPoint бағдарламасы қажет. Ең бірінші бетке мышканың оң жағын басып, формат фона деген жерден кез келген бір түсті таңдап аламыз. Одан кейін вставка, оның ішіне фигуры дегеннен бір сызықты фигураны таңдап, ұзынан сызып аламыз. Жіп жіңішке болып сызылды. Осының үстінен екі рет шерткен кезде контур фигуры деген жерде толщина деген бар. Содан қалыңдығын қалыңдатып аламыз. Одан кейін соның жанындағы көк, жасыл, сары сызықта тұр. Осы жерде мен сары түсті таңдаймын. Енді вставка, оның ішіне фигуры деген жерден 4 бұрышты фигураны таңдап, осы сары сызыққа дейін сызып аламыз әдемілеп. Одан кейін мышканың сол жақ батырмасын 2 рет шертсек, немесе оң жақ батырмасын 1 рет шертіп, формат фигуры дегенге барсақ, түсті таңдайтын жер шығады. Заливка фигураға барамыз, немесе оң жақта тұрған цвет дегенге барамыз да, дәл сол жасыл түстіні қайтадан таңдаймыз. Және жоғарыда тұр контур фигуры деп, осы жерде нет контур дегенді таңдаймыз. Ал енді мен текстті қоюым керек. Мен бұл жерде интернеттен көшіріп аламын. Қолмен де жазуға болады. Дәл осыны копировать етіп, мұнда вставить етем, бірақ жаңа қойған 4 бұрышты фигураның үстінен емес, мұнда ешқандай фигура қойылмаған. Мен сары сызықтың оң жағына апарып вставить дегенді басамын. Сол кезде мына текст как будто фигура сияқты осылай өзінің жеке рамкасы болу керек. Не екен қазір түсінесіздер. Шрифтін қазақша әдемі шрифтқа қойып аламын. Көлемін 24 етемін, түсін ақ етемін, және осы түс таңдайтын жерде мен оң жағында тұр. Ортаңғы жаққа қарай жинайды текстің бәрін. Осындай әдемі етіп қойып аламын. Ал енді вставка, оның ішіне рисунки деген жерден жылқының суретін қоямыз. Мен бұл жерде артқы фонын алып тастағанмын. Егер де сізде осындай артқы фонын алып тастауды үйренгіңіз келсе, онда описание бөлімінде тұрған сілтемеге өтсеңіз болады. Енді мышканың оң жағын басып, на задний план дегенді қойып қоямыз. Енді оң жақ төменгі бұрышта плюс-минус батырмасы бар. Осы жерде минус батырмасын басамыз. Осы экранды кішірейтіп аламыз да, келесі текстті копировать етіп, сонда вставить ететін боламыз. Жаңағы айтқандай, біздің вставить еткен 4 бұрышты фигураның үстінен емес, соның сыртынан барып вставить етуіміз керек. Ол өткені жеке фигура секілді осылай бөлек рамкалы болу керек. Бұл тексті бұл жолы фигураның ішіне емес, осылай сыртына қарай қоямыз да. Дәл жаңағы текст секілді өзгеріс жасаймыз. Әдемі шрифт, көлемі, түсін ақ қыламыз, ортасына қоямыз. Бірден реттеп аламыз осы жерден. Қалай болу керек, қалай тұру керек, бірден реттеп аламыз. Одан кейін вставка, оның ішіне рисунки деген жерден келесі суретті қоямыз. Бұл жолы маған ешкінің суреті керек. Оның да мен артқы фонын осы алып тастағанмын. Оң жағына қоямыз да, оны да на задний план деп белгілеп аламыз. Енді сол жақта тұрған 1 деп тұрған презентацияның үстінен мышканың оң жағын басып, дублировать слайд дегенді таңдаймыз. Енді осы екінші слайдпен жұмыс жасаймыз. Мына тұрған текстті, жылқы туралы текстті төмен қарай түсіріп тастаймыз да. Жоғарыда ешкі туралы текстті, оны да осы төмен қарай түсіріп, осы жасыл фигураның үстіне қоямыз. Және жылқыны солға қарай жылжытамыз. Жаңа задний план деп белгілегеніміз осы фигураның артына кету керек. Сол үшін задний план деп белгілейміз. Ал енді ешкіні осылай алып келеміз. Дәл жаңағыдай, енді келесі жануар туралы ақпаратты және суретті дәл жаңағыдай вставить етіп, алдын ала осы жерге дайындап қоямыз. Енді осы екінші слайдтың үстінен мышканың оң жағын басып, дублировать слайд дегенді таңдаймыз да. Үшінші слайдпен жұмыс жасаймыз. Уже жылқы туралы ақпаратты өшіріп тастай беруге болады. Және дәл жаңағыдай, бірінші текстті төмен түсіреміз, жоғарыдағы текстті осы фигураның үстіне алып келеміз. Және ешкінің суретін солға қарай жылжытамыз, оң жақтағы сиырдың суретін осы фигураның үстіне алып келеміз. Енді сол жақ шетте тұрған 3 слайдтың үстінен Ctrl кнопкасын басып отырып, мышкамен белгілеп аламыз да. Жоғарыда переходы деген жерден трансформация дегенді таңдаймыз. Бұндай переход 2019 және 2021 жылғы PowerPoint бағдарламаларында ғана бар. Ал енді слайдты үлкейтіп қарайтын болсақ,
Мен жаңа текстті фигураның үстінен емес басқа жерге барып ставить ету керек деп жатқан себебім неге ол төмен қарай жылжып түсу үшін өзі бір бөлек фигура сияқты қойылуы керек. Мына фигураның үстінен вставить етсеңіздер, фигурамен қосып бұл текст жылжып кетеді де сіздің презентацияңыз дәл осылай әдемі шықпайтын болады. Егер де осы слайдтың жасалу жолы сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Достарыңызбен әдеттегідей бөлісіп, каналға тіркеліп, колокольчикті басып отырыңыздар. Бұдан бөлек менің 13 практикалық жұмысым бар. Барлығын көріп шығуға кеңес беремін.